четко план қоюды үйрететін, яғни декомпозиция деген құрал. 15 миллион деген санды реально көріп отыр. Кез келген затты алу үшін оны белгілі бөлшектерге бөлу керек. Көріп тұрғандарыңыздай, ол Камри. Әрбір қазақтың арман деуге келеді. Камри, 200-ка. Сіздердің араларыңызда да Камри айдасам дейтін адамдар бар. Оған сенімдімін. Енді соны қалай сатып алуға болады? Кімде қандай ой бар? Сайтқа шығу керек, е? Негізі оның бәрі дұрыс, бірақ та мен нақты бір жолын айтайын. Яғни четко план қоюды үйрететін, яғни декомпозиция деген құрал. Композиция құрастыру, декомпозиция ол француз тілінен аударғанда бөлшектеу, яғни бөлу. Кез келген затты сразу үлкен бір кесегімен ала алмаймыз, дұрыс па? Олай болса, яғни Камриді қой деп есептеңіздер. Мысалы, қойды не істейміз біз? Қазақтар негізінен жейміз ғой. Жеген кезде қалай жейміз, соны айтсаңыздар. Кім қалай жейді? Бұзып соямыз, я, оны бөлшектейміз. Сразу оның үстіне бір жегенде бір қойды бірақ жеп қоймаймыз ғой. Көп адам шақырмаған болсақ. Сол сияқты кез келген затты алу үшін оны белгілі бөлшектерге бөлу керек. Сонда ол оңай қолжетімді болады. Ет жегенде де кішкентай кесектерге бөліп жесек, ол сіңімді болады және оңай жейміз. Сол сияқты. Араларымызда злодейлар бар ма? Әлемді жаулап алғым келеді. Әлем болмаса да бір Қазақстанды жаулап алғым келеді. Бар ма? Енді қалай істеуші едіңіздер соны? Бөлшектеп, я, дұрыс айтып отырсыздар. Яғни бір мемлекетті жаулау үшін оның бір қаласын жаулау керек алдымен. Қаладан кейін кез келген келесі қала болып, сөйтіп бүкіл мемлекетті жаулап аласыздар. Бүкіл мемлекетті жаулағаннан кейін келесі мемлекетке өтіп материкті жаулап алуға болады. Енді жұмысқа кірісетін болсақ, яғни сандарға кірісетін болсақ, мынау Камридің бағасы. Бізде нарықта орташа баға 15 миллион. Яғни жаңа Камри салонда. Осыны алу үшін қаншалықты жұмыс жасау керек? Ол жаңа мен айтпаймын, сайтын жасау керек, рекламасын жасау керек деп. Түпкі мақсатын айтамын да, егер сіздің тауарыңыз миллион теңге тұратын болса, онда 15 тауар сату керексіз. Дұрыс па? Яғни логично, я? 100 мың теңгелік зат сататын болсаңыз, 150 тау. И сол сияқты кете береді. Мысалы, 100 теңгелік зат болатын болса, онда 150 мың рет сату керексіздер. Негізі істеуге болатын зат па? Қалай ойлайсыздар? Біз мысалы күнде ойлап жүреміз, бір зат саттым, керемет саттым дейді, соның ақшасын бәрі қайда кетіп жатқанын білмейміз да. Енді соның бәрін біліп, бір айқын мақсат болу үшін осындай бір кесте жасап қойсақ болады. Оны өзіңіз білесіз. Мысалы, 2 апта деп қойсаңыз болады. 2 аптада 15 миллион табуға болады. Кәсіпорлар уже түсініп отқан шығарсыздар да? Саласы барлар өзінің салаңызға қалай декомпозиция жасауға болатын. Барлығы осыдан басталады. Демек, сіз осы видеоны көріп отырған болсаңыз, сіз маркетингтен хабарыңыз бар. Немесе маркетинг саласын зерттеу үстіндесіз. Тағы да осы дамуыңызды тоқтатпай, келесі каналға тіркеліп алуыңызды ұсынамын. Келесі канал бұл сіздің бизнесіңізді дамытуыңызға, өмірде дамуыңызға, жалпы бизнестегі көптеген кейстерді көргенге, басқа да бизнестердің қалай дамып жатқанын көргеніңізге әсер ететін, септігін тигізетін канал. Төмендегі сілтемеге кіріп, бизнес бастау каналына тіркеліп алыңыз. Яғни бағана Бауыржан айтқандай, кәсібі барлар 15 миллион деген санды реально көріп отыр. Енді кәсібі жоқ кісілер болса, неден бастасам болады? Мысалы, қарапайым телефоннан бастаса болады. Үйге ремонт дегеннен бастаса болады. Ол 15 миллиондағыдай аумақты сома емес. Соған мысалға өзімнің басымнан өткен жайтты айтып кетейін сіздерге. Менде кәсіп болған жоқ. Универге 2013 жылы түстім. Түскеннен кейін менде компьютер болған жоқ. Компьютер болды, тозығы шығып кеткен әбден. Жұмыс істеу ыңғайсыз болды, потом өзіме мақсат қойдым, компьютер алам деп. Ол кезде ешқандай жұмыс жоқ, мен не істедім? Қалай ойлайсыздар? Жұмыс істеген жоқпын, просто жүрдім мен. Бірақ компьютер сатып алдым 1 жыл өткен соң. Я дұрыс айтасыз. Стипендия. Мысалы 10 ай бойы 20 мың теңгеден стипендияны жинадым, содан кейін жазда жұмыс істедім.
жазда жұмыс істегеннен әр айдан 30 мың теңгені қалдырып отырдым. Сонда енді бір жылдан кішкене көп, енді 13 айдың ішінде жаңа ноутбук алдым. Ол сол 13 жылдың соңында басталған дүние, 14 жылы жазда алдым. Сол сияқты сіздерде кез келген затты сатып алуға жоспар құрсаңыздар болады. Мақсат қою керек, оның бағасын қою керек, сосын өзіңіздің реальный жаңағы мүмкіндіктеріңізді есептеуіңіз керексіздер. Мысалы, айына 10 мың теңге табылатын болсаңыздар, откладывать етсе, или болмаса айына әр адам әртүрлі. Бір адам 100 мың жинай алады. Бір адам мысалы 5 миллион табатын болса, ол 2-3 миллионға дейін сақтап қойса болады. Сөйтіп, жиналып, белгілі бір этапқа жеткен кезде ол қалаған затын сатып ала алады өзіне.